Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі еретін көрдің өзінен дәмі шығатын бананда торт дайындайтын менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаның ағын сарысын ажыратып бөліп аламыз. Ағын салатын ыдысымыз құрғақ, таза болуы тиіс. Енді ішіне қантымызды салып, екіге бөліп саламыз. Сарыға және ағына екеуіне де бөліп салып, ағын жақсылап араластырамыз. Ыдысымызды төңкергенде ақпайтындай болу керек. Мен 5 минуттай араластырдым. Сіздер өздеріңіздің миксерлеріңіздің шамасына қарайсыздар. Егер видео ұнап жатса, лайк басып тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Менің массам дайын болды. Енді сарысын араластырамыз. Қантын салып, кішкене араластырып аламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды жұмыртқаның ағымен аз-аздан сала отырып араластырамыз. Бәрін бірден құймаймыз. Астын төменнен жоғары қарай лопатканың көмегімен араластырып отырамыз. Массамыз басылып қалмау керек. Міне осылай араластырып алдық. Енді разрыхлителді ұнымызға салып, аз-аз мөлшерден сала отырып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ұзақ араластыра беруге болмайды, өйткені масса жатып қалуы мүмкін. Ол деген көтерілмей қалады. Жақсы көтерілу үшін жоғарыдан төмен қарай араластырып, тестамызды дайындаймыз. Тестамыз дайын болды. Енді пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен бір бананымызды ашып, осылайынан бөліп, вилкамен жақсылап езетін боламыз. Езіп болған соң тестамызға салып, тағы да бір-екі рет араластырып жібереміз. Формамызға құямыз. Мен 22-лік формада пісіремін. Менікі 40 минутта пісті. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің градустарына қарайсыздар. Піскендігін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқша қорғашу керек. Осылайынан пирог есебінде шаймен жей беруге де болады. Мен бұны торт
қылып ортасын кесіп торт қылатын боламын. Міне көтеріліп әдемі шықты. Мен бетін кесіп тастадым. Енді екі бөлікке үш көріш шығаратын боламын. Ортасын бөліп. Міне аралардың бәрі піскен. Әрі оңай бөлінеді, шашылмайды, үзілмейді. Жұп-жұмсақ әдемі корждар шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міне менде осындай үш корж шықты. Енді кремін мен отдельно астына қалдырамын жазып. Бөлек видео түсіремін креміне. Енді кремін жағып тортымызды жинаймыз. Мен крем чиз жасағым. Мен арнайы осындай кольцода жинаймын. Сіздер олай емес, өзімен кольцосы жинай берсеңіздер де болады. Көріп тұрғандарыңыздай коржы өте жұмсақ. Креміміз де өте әдемі шыққан. Мен осылайынан әр коржымыздың арасына кремімізді жағып, тортымызды әдемі жинайтын боламыз. Тортты осылайынан жинап, бір күнге холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Мен олай салмай сразу әсемдейтін боламын. Осылайынан салып қойсаңыздар торт міндетті түрде көтеріліп, бұдан да биік болатын болады. Енді мен жан-жағына осылай кремімді жағып, бетін өз қалауымша әсемдеймін. Сіздер де өз қалағандарыңызша әсемдеп, әдемі торт жасап шықсаңыздар болады. Торт 100% әдемі шығады. Сондықтан барлықтарың жасап көріп, результатымен менімен де бөлісіңіздер. Мен осылайынан сәндедім. Барлықтарың жасап көріңіздер. Сіздермен болған бағымнан астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.